Сәлем барлықтарыңызға. Тещин языкты енді дәл осылай дайындайтын боламын. Алдымен бізге керегі баклажан. Баклажан осындай ұзыны болғаны жақсы. Сол кезде дастарханда әдемі көрінеді. Жұмыртқамыз, салат жапырағы, помидор, чеснок, он және де панировочный сухари. Панировочный сухариді видеоның соңында көрсетемін, қандай түрін қолданатынымды. Алдымен баклажандарымызды дәл осылай жіңішке қылып ұзынан турап шығамыз. Қалың болып кетпеуі керек. Барынша жіңішке қылып турауға тырысыңыздар. Одан соң жұмыртқамызға кішкене ғана тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Алдымен баклажандарымызды ұнға малып аламыз, одан соң жұмыртқаға, одан кейін панировочный сухариге малып алып, барлығын алдын ала дайындап қоясыздар. Сол кезде қуырған кезде ыңғайлы болады. Мына панировочный сухариге, яғни кептірілген нан деп атайды ғой. Осы түрін алсаңыздар, еш өкінбейсіздер. Маған қатты ұнады, енді әрдайым осы түрін алатын боламын. Оның қандай түрін екенін видеоның соңында көрсетемін. Осылай алдын ала дайындап қоямыз. Қызып тұрған майымызға барлығын бірден қуырып аласыздар. Майларыңыз міндетті түрде қызып тұрған болуы керек. Егер қызымаса, баклажандар өзіне майды сіңіріп алады, дұрыс шықпайды. Осылай екі жағы сарғайып, әдемі түске енгенше қуырып аласыздар. Енді ішіндегі салмасын жасаймыз. Яғни майонезімізге чеснокты теркадан өткізсеңіздер жақсы. Турағанда чесноктарыңыз ірілеу болып кетуі мүмкін, сол үшін теркадан өткіземіз. Одан кейін помидор мен салат жапырақтарын турап аламыз. Помидорды осылай ұзынан турайсыздар, қалың болып кетпеуі керек. Салат жапырақтарын да ортасынан бөліп қоямыз. Енді орап шығатын боламыз. Алдымен майонезімізді жағып аламыз. Чеснок қосылған. Майонез бен чесноктың арасына укропты майдалап турасаңыздар да ерекше дәм береді. Одан кейін помидорымызды, салат жапырағын осылай салып, жақсылап орап шығасыздар. Ресторандағыдай болып шыққан қаласаңыздар, осындай бальзамический уксуспен сәндеп, әрлеп жіберсеңіздер болады, бірақ ол міндетті емес. Мінеке біздің қазақшасын айтқанда енемнің тілі деп аталады ғой. Яғни баклажаннан орамамыз дайын болды. Айтпақшы, панировочный сухариді мен дәл осы түрін аламын. Базарларда, супермаркеттерде сатылады. Бір алып қойсаңыздар, бірнеше уақытқа жетеді.